Егерде бетіңізде әжім көбейіп кетсе, осы масканы жасап көруге кеңес беремін. Бұл маска өте қарапайым, оңай маска, беттегі әжімдерді кетіреді және де қара дақтарды да кетіруге жақсы әсерін береді. Ол үшін бізге бір жұмыртқаның ағы қажет және оның үстіне зәйтүн майынан бір шай қасығын қосамыз. Зәйтүн майы бет терісін жұмсартып, әжімдерді жақсы кетіреді. Енді оның үстіне бал қосамыз. Балдың таза болғаны маңыздырақ, бірақ егер ондай бал болмаса, дүкеннің балын қоса берсеңіз де болады. Енді барлығын жақсылап тұрып араластырып, таза бетке бір тегіс етіп, екі қайтара жағып шығамыз. Бұл масканы құрғақ және майлы беттерге жаға беруге болады. Бұл маска бет терісін жылтыратып, жұмсартып, нәрлендіріп, және де беттегі әжімдерді кетіреді және қара дақтарды да кетіруге жақсы әсерін береді. Егер де сізде жұмыртқаға және де балға аллергия болса, қолданбағаныңыз жөн. Масканың жасалу уақыты бір аптада жүреді және де бір ай ғана жағасыз. Масканы жасағанда әсерін бірден байқауға болады және бір ай жасағаннан кейін кәдімгідей керемет әсерді байқайтын боласыз. Масканы жағып болған соң бетте 10 минут ұстаймыз. Және де 10 минут өткен соң бетімізді жылы сумен жуып тастаймыз. Міне маскадан кейін бетім жұмсарып, өте керемет әсер алдым. Бет терісінің тартылғанын бірден байқадым. Достар, маска ұнаса, видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.